Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2023 жылы жарық көрген «Потомок» деп аталатын кореялық өте қызықты бір фильм туралы айтып беремін. Донор пришел в сознание. Как это возможно? Фильмнің басында екі бандит ақша үшін бір адамды тауып, оны столға байлап қояды. Содан кейін олар қылмыскерлердің бастығы Чоға хабарласып, адамға не істеу керектіктерін сұрады. Ұсталған адамға босап шығып, өзін ұрлағандарды жермен жексен ету үшін 2 минут жеткілікті болды. Көп ұзамай бұл жерге өзінің екі адамымен Чо жетіп келді. Ол Чоның екі адамын сол сәтте өлтірді, ал Чоға болса 3 рет оқ атады, бірақ оның жаралары өлтірмейтін еді. Өйткені ол адамның қиналып өлгенін қалайды. Ол бандитке «сен тез өлмейсің» деп күлімсіреп оның бетін бұрағышпен кесе бастайды. Оқиға Филиппинге ауысады. Жас боксер Марка қиын күрестен жеңіп шығады. Бандиттер бәске ақша тігіп жеңіп шықты. Бұл ақшадан Марка да өз үлесін алды. Марка жартылай кәріс, жартылай филиппиндік еді. Мұндайларды капина деп атайтын. Кедей боксер ауру анасына қарайтын еді. Оған тез арада өте қымбат операция жасау қажет болатын. Марка бір күн әкесін табудан үмітін үзбейді. Бұл жолда оған оқытушысы әрі жаттықтырушысы Ким мырза көмектесіп жүр. Сонымен қатар Марка спорттық ойындарға бәс тігеді. Ақмақ жігіт үнемі жоғары коэффициенттерді ғана таңдайды. Может, просто купишь лотерейный билет? Там больше шанс выиграть. Ставлю на Бернли. Сақалды бір адам келіп оған қатты ақша керек болса, өзімен бірге зергерлік дүкенге ұрлыққа түсуді ұсынады. Күтілгендей Бернли Челсиға 4-0 есебімен ұтылады, және де Марк тағы да дымсыз қалады. Мүлде ақшасыз қалған жігіт дүкенді ұрлауға келіседі. Оған дүкенге кіріп сигнализацияны өшіру керек болатын. Алайда артқы есікте оны бір топ бандиттер күтіп тұрған еді. Марка олармен күреседі, алайда күші жетпеген соң қаруын қолына алады. Бірақ қарудың оғы жоқ еді. Жігітке жүгіріп қашуға тура келеді. Сөйтсе бұл ол үшін жасалған қастандық болған екен. Осы сәтте жігітті қымбат машинамен бір әйел қағып кетеді, ал бандиттер артқа қайтады. Кореялық қыз жігітті қымбат ауруханаға алып барады. Ол жерде оған толықтай тексерілу өткізіледі. Қыз кешегі болған жағдай үшін қатты уайымдайды, және де кешірім ретінде Маркаға бір конверт толы ақша береді. Қайтып келген жігіт оқытушысынан әкесінің оны өзі тапқандығын естиді. Сонымен қатар әкесі оны үнемі бақылап жүрген екен. Марканың үйіне қымбат машинамен бір адам келеді, бірақ бұл оның әкесі емес, оның заңгері болатын. Ал әкесі болса қазір ауыр халде еді. Адам Маркаға құжатпен Кореяға ұшу билетін береді. Бірақ Кореяға дәл қазір ұшу керек. Марка қаншалықты тез әкесімен кездесетін болса, адам соншалықты тез оның анасының ауруын емдейді. Ал ол қайтқанша анасына қарайтын жеке қараушы жалданатын болады. Марканың әкесінің жағдайы шынымен де өте ауыр болатын. Ол өлім аузында еді, және де өлместен алдын өзінің кіші ұлын көргісі келеді. Үлкен ұлы Исы да өзінің інісін көруге қатты асығуда. Марка заңгермен бірге ұшаққа отырды. Барлығы ұйықтап қалғанда әлгі фильмнің басындағы адам Марканың қасына келеді, және де Кореяда ағылшындық акцентпен сөйлеуге кеңес береді. Ең бастысы, кәрістер оның капина екенін білмеуі керек. Өйткені кореялықтар аралас қандыларды жек көреді. Бейтаныс адам түсініксіз заттарды айтады, және де кетіп бара жатып жігітке неге оған аяқ астынан мұндай мүмкіндіктер ашылды, және де Кореяда оны не күтіп тұрғандығын ойлауға кеңес береді. Еще увидимся. Чертов безумец. Сеулдың әуежайында Марканы екі күзетші күзетіп келе жатыр. Ал оларды Марканы соғып кеткен бейтаныс әйел бақылап отыр еді. Өлтіруші қыз сақалды мен ауру әйелдің қараушысын өлтіргендігін айтады. Оның сөзіне қарағанда ол бәрін тазалап келген. Қыз қандайда бір мектеп оқушысына Марканың суретін көрсетеді.
Бұл уақытта бай мұрагер Исый бір топ қарулы адамдармен айдалада тұр еді. Оның адамдары көліктің багажынан ұрып соғылған 2 адамды шығарады. Бұлар Исыйдың заңсыз істері және де компанияда жоғалған қызметкерлер туралы жазған газетаның редакторлары және де әкесінің бизнес серіктестері болатын. Исый ол адамдардың барлығы осы жерде жерленгендігін айтып, редактордың біреуін атып тастайды. Ал екіншісіне ол тірі қалуға мүмкіндік береді. Ол тез арада орманға қашып үлгеруі керек. Исый өтірік айтқан болатын және сол сәтте-ақ адамның арқасынан атып өлтіреді. Ал хан мырзаны емдеп жатқан дәрігерлерді оның өліп қалуына жол бермеуге мәжбүрлейді. Марканы әкесіне алып бара жатыр. Осы сәтте жүргізуші неге екені белгісіз жігітке оның барлық өмірі әлі алда екендігін айтады. Осы сәтте олардың көліктеріне ұшақтағы киллер жақындайды және де Маркаға ременін тағып алуын көрсетеді. Содан кейін адам күлімдеп жүргізуші мен күзетшілерді атып тастайды. Киллер Маркадан басқа көліктегі барлық адамды өлтіреді. Содан кейін оның ағасына хабар береді. Жігіт көліктен шығып өзінің алдында тұрған қарулы адамды көрді. Киллер неге адамдарды өлтіргендігін айтқысы келмеді. Марка келесі өзін өлтіреді деп қаша жөнелді. Бірақ профессионалды киллерден қашу мүмкін емес еді. Жігіт жолға шығады, ал киллер оның ізінде. Содан кейін жігіт көпірден секіреді. Киллер де ойланбастан оның ізінен секірді. Марка туннел арқылы қашуын жалғастырды. Киллер де оның ізінен жүзінде күлкімен қуып бара жатыр. Алайда осы сәтте жаңбыр басталады. Киллер жаңбырдан қатты қорқады және де тоқтаусыз жөтеле бастайды. Исыйдың адамдары өлген заңгермен көлікті табады. Исый әкесіне бұл жерде бір топ жұмыс жасағандығын және де Марка үшін 12 миллиард вон сұрап жатқандығын айтады. Марка ақыр соңында телефон будкасына жетті және де заңгер берген номерге хабарласады. Неге екені белгісіз телефонды Йонджу көтереді және де тез арада бұрылып жігітке қарай асығады. Алайда киллер оның алдын орап кетеді және де жігітті тар көшелермен ұстағанша қуа бастайды. Қашып қуу тағы да жалғасады. Жігіт қашып бара жатқанда киллер үйдің крышаларының үстінде жігітті қуа бастайды. Жігіт қашып құтылдым деп ойлайды, бірақ қымбат костюмдегі киллер оның төбесінде тұрған болатын. Киллерді бұл ойындар шаршатты және де ол Маркаға қару бағыттайды. Күтілмеген жерден боксер оған бір жұдырық қояды және де қайтадан қаша бастайды. Оның алдынан Йонджу пайда болады және де көлікке отыруын бұйырады. Қыз жігітке сәлден кейін не болып жатқандығын барлығын түсініп алатындығын, алайда содан кейін бірден өлетіндігін айтады. Оларды қастарынан өтіп бара жатқан Исый байқап қалады және де адамдарына тез арада бұрылуды бұйырады. Қыз Маркаға оларды оның туған ағасы қуып келе жатқандығын айтады. Йонджу өз қабілеттерін пайдаланып адамдарды артта қалдырады, бірақ олардың қасына көңілді киллеріміз жетіп келген болатын. Исый өз адамдарына қандай жағдай болмасын оларды көзден жоғалтып алмауды бұйырады. Йонджу өзін аңдып келе жатқан адамдардан құтылып орманның ортасына тоқтайды және де Маркаға әкесінің жүрек ауруынан өліп бара жатқандығын айтады. Хан мырза үлкен компанияның басқарушысы, егер де ол өзінің барлық дүниесін Исыйдың атына жазып кетпейтін болса, адамның бар байлығы жігіттің өгей қарындасына өтіп кетеді. Ал Марка болса тек қана оның жүрегін кесіп алып хан мырзаға салу үшін керек. Адам өзінің заңсыз ұлы туралы соңғы сәтте айтып үлгерген болатын. Ал қыз болса қарсы жақтан ақша алған болатын. Оларға Марканың операцияға дейін өмір сүрмегендігі керек. Қыз Марканы өлтірейін деп жатты, бірақ осы сәтте олардың машинасына киллер келіп соғады. Марка тағы да қашып үлгереді, ал киллер болса өзінің қарсыласының көзін жояды. Ешқандай күші қалмаған Марка жолда келе жатты. Осы сәтте Исый адамдармен бірге оны тауып алады.
Марка қатты шаршады және де өз тағдырына мойын сұнуға мәжбүр болды. Көліктер үлкен сарайдың алдына тоқтады. Марканың қолын байлап ішке кіргізді. Әуежайдағы әлгі оқушы оның қарындасы болатын, бірақ Исыйға қарағанда ол әкесі тезірек өледі деп үміттенеді. Оқытушысы Марканың анасын көруге келеді. Жауыздар ең болмағанда әйелдің өмірін сақтап қалыпты. Ал Марка болса өмірінде алғашқы және соңғы рет әкесін көреді. Исый тіпті естелік үшін отбасылық сурет түсірмекші болды. Іске кірісетін уақыт келді. Адамдар Марканы жерге отырғызып, оның мойнына тыныштандыратын укол салады. Дәрігерлер оны отаға дайындайды. Ота 9 сағаттан астам уақытқа созылуы мүмкін. Әкесі мен баласын бір-бірінің қасына орналастырады. Осы сәтте жігіт анасының даусын естіп, есін жияды. Исый дәрігерлерді шектен тыс қорқытады. Қорқып кеткен ассистент бас дәрігердің мойнына шприц соғып алады. Шын мәнінде бұл әдейі ұйымдастырылған еді. Ассистенттің кейпінде біздің суперкиллер болатын. Ол бір сәтте күзетшілерді жермен жексен етеді. Алайда ота бөлмесін бір топ қарулы адамдар қоршап алады. Марка орнынан тұрып әкесінің жанына барып барлық өкпе ренішін айтты. Ал Исый болса барлық қарулы күзетшілерін жинап алып, ота бөлмесінің алдында оларды күтуде. Киллер азартқа кіріп кетеді. Ол қандай жағдай болмасын бұл жерден аман-есен шығуды көздейді. Ол Марканың басына қару бағыттап коридорға шығады. Ол әлі де өзінің шотына 10 миллион доллардың аударылуын күтуде. Исый саудаласуға түседі және де оған 5 миллион ұсынады. Осы сәтте охрананың арқасынан оқушы келеді. Ол өзінің жаңа пайда болған ағасының басынан атпақшы. Киллер жігітті құтқарып қалады және де атыс басталып кетеді. Күзетшілер бүкіл ота бөлмесін қиратып тастайды. Исый оларға тез арада тоқтатуды бұйырады. Киллердің аяғы жарақаттанады, ал директор қанға болса оқ тиіпті, бірақ ол әлі де тірі еді. Сондықтан да Исый бұл адамды өлтіре алмайды. Киллердің қаруы енді оның әкесіне бағытталған еді. Ақыр соңында Исый киллердің ақшасын беруді шешеді. Оның шотына сол сәтте-ақ 10 миллион доллар түседі. Киллер уәде еткеніндей Марканы босатады, бірақ неге екені белгісіз оған оның бүгін өлмейтіндігін айтады. Ну, я пошел. Кетіп бара жатып киллер Исыйға күледі. Ол ашуланып жігіттің арқасынан қару бағыттайды. Бастығының арқасынан бүкіл күзетшілері қайталайды. Исый өзінің репутациясының түскенін қаламайды. Киллер жат деп айқайлайды. Ешкім ештеңе түсінбей қалды. Осы сәтте сценаристің үнді фильмдеріне қызығып жазған сахналары жүзеге асады. Және де киллер бүкіл күзетшілерді жан-жаққа шашып тастайды. Жаралы Исый қолына қаруды алып киллерді ата бастайды, бірақ оған тигізе алмайды. Ол екінші қаруды алмақшы болып жатқанда киллер оның алдын орап кетіп ішінен оқ атады. Өлім алдында тұрған Исый диванға отырып соңғы сөздерін айтып көз жұмды. Марка жаралы киллерге бөлмеден шығуға көмектеседі, бірақ коридорда оларды қарулы қыз күтіп тұрған еді. Оқушы бүкіл дүние мүліктің иесі атанды, бірақ сақтық үшін жаңа пайда болған ағасынан да құтылмақшы. Алайда мұны жасаудың қажеті жоқ, өйткені Марканың олармен мүлдем қан байланысы жоқ. Киллер мен Йонджуға тез арада бір бишараны тауып, оны қан мырзаның баласы етіп көрсету керек болған еді. Ол оқытушы Кимға Марканың өмірін сақтап қалуға уәде береді. Ал оның өзі өлім аузында еді және де өлместен бұрын бір жақсылық жасап үлгергісі келеді. Оның бұйрығымен Филиппин ауруханасында анализдердің нәтижелері өзгертілді. Ал Исыйдан алынған ақшалардың барлығы Марканың анасының еміне жұмсалды. Киллер бұл жігітке көмектескісі келді, өйткені ол да Капина болатын. Оқушы бұл екеуін босатып жіберді және де олар тез арада елден шығып кетеді. Отадан бөлек бір түрлі киллер Капиналарға арналған балалар үйінің құрылысының ақшасын төлейді. Ал қалған ақшаға ол өзінің өмірін кішкене болсын ұзарту үшін қымбат дәрілер сатып алады. Жас досына кеңестер беріп, мейірімді киллер онымен қоштасты. Друг, не друг ты мне.
Титрдан кейінгі сахнадан біз киллердің жай ғана гипохондрик екенін білеміз. Ол мүлдем сау адам еді және де жазылған таблеткалар жай ғана витаминдер болатын. Ал ауыр жөтел болса темекіні жаңа тастаған адам үшін жиі кездесетін симптом еді. Бүгінге бізде осымен тәмам достар. Егер сіздерге фильм ұнаған болса, оны әдеттегідей комментарийде 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Және де осы видеоны біздің киллер сияқты гипохондрик достарыңыз болса, оларға жіберіп қойыңыздар. Сонымен қатар бізге қолдау білдіру үшін каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше аман сау болыңыздар. Еще увидимся. Чертов безумец.